Бүгінгі ролигімізде пресстің көмегімен кетпеннің сабын қалай саптап жатқанымды көрсетейін деп тұрмын. Қарап тұрсаңдар, кетпеніміздің сабы, бас жағы жаңағы жуандау болады тағыны. Кетпеннің басы шығып кетпес үшін әдейі сапты осылай жасаған. Енді осы конус сияқты болып келеді. Мына жағы, жоғарғы жағы жіңішке, болып келеді тағыны, бас жағы жуан болып кетеді. Әдейі жаңағы жұмыс барысында кетпеніміз саптан шығып кетпес үшін осылай жасайды ғой. Енді осы жерді кіргізу мынау кетпенге өте қиын. Оны былайша айтқанда балғамен ұрып кіргізу мүмкін емес. Мынаны ұрам дегенше мынаның бәрі ағаш бәрі сынып быт-шыт болып кетеді. Соны енді мынау қолдан жасаған менің прессім, швеллер, асты-үсті швеллер. Соны тесіп мына екі жуан 32-лік шпилькамен, болттармен, гайкілермен қатырып қойған. Бұлар екі жағы да алынып жинала береді. Вот кәдімгі жаңа гидравликалық домкрат. Енді мінекей осымен қазір қалай домкраттың пресстің көмегімен сапты ішіне қарай кіргізетінін көрсетейін. Мінекей болды. Мінекей 3 сантиметрдей кіргізіп жіберді ғой. Осы жерге келіп тіреліп тұрған тұғын. Осы жерге келіп тіреліп тұрды. Балғамен ұрғанында ары қарай кірмей тұрған. Міне енді пресстің көмегімен оны қазір өздерің көріңдер. Оп-оңай ғана жаңағы ішіне кіргізіп жіберді. Міне ролик ұнаса лайк басамыз, пікір жазамыз, таныстырмай бөлісеміз. Келесі жолыққанша аман сау болыңдар.